Баршаңызға сәлем. Менің YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын духовкада сосиска бітесі дайындаймыз. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жылдам, әрі өте дәмді, өте жұмсақ сосиска бітесі дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, оның үстінен 1,5 кішкентай қасық дрожжымызды салып, араластырып, бетін жауып, жылы жерге 10-15 минутқа қойып қоямыз. Осы уақыт аралығында екінші ыдысымызға су міндетті түрде жылы болсын, қантымызды, тұзымызды және ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен 1 дана жұмыртқамызды саламыз. Мінекей, жақсылап біркелкі формаға енейінше араластырып аламыз. Енді жаңағы сүтіміз бен дрожжымызды алып, екі қоспамызды біріктіреміз. Жақсылап араластырып, суымызды, сүтімізде суып қалмауын қадағалаңыздар. Жылы күйінде қамыр енуі қажет, немесе біздің қамырымыз ашмай қалады. Енді ұнымызды елеуіштен өткізіп, алдымен осылай араластырып аламыз. Соңынан қолымыздың көмегіменен жұмсақ қамыр егетін боламыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте жұмсақ болды. Енді 40-45 минутқа бетін жауып ашытып аламыз. Мінекей, менің қамырым 40 минутта ашыды. Аздап ұн сеуіп, қамырымызды жайып аламыз. Дәл осы төмендегі рецепт бойынша 11 дана шықты. Барлығын осы біркелкі етіп кесіп аламыз. Барынша бірдей етуге тырысыңыздар. Менде мына біреуі кішкене болып қалды. Сол себепті ортадағы сәл үлкендерінен алып, бірдей етіп жасап алдым. Барлығын осылай солай етіп жасаймыз. Енді бетін 5-10 минут көлемінде жауып қоямыз. Енді осылай аздап ұн сеуіп, ең алдымен қолымыздың көмегіменен, сосын оқтаудың көмегіменен дөңгелек етіп, самсаның қамыры сияқты етіп жайып шығамыз. Қатты жұқа болу маңызды емес, орташа қалыңдықта болған дұрыс. Енді видеоны қарасаңыздар, дәл осылай ортасына сосискамызды қойып, екі шетінен пышағымыздың көмегіменен сәндеу үшін осылай кесіп шығамыз. Яғни өреміз. Бірінші оң жақ, сосын сол жақ, тағы да оң жақ, сосын сол жақ, осылай соңына дейін біркелкі етіп өріп шығамыз. Өте піскен кезде өте әдемі болып көрінеді. Аппетитті болып шығады. Сіздер дәл осылай жасаңыздар. Мінекей, барлығын осылай істеп шығамыз. Мінекей, барлығын өстіп өріп алдық. Енді менде жұмыртқа қалмағандықтан сүтті пайдаландым. Егер сіздерде жұмыртқа болса, бетіне жұмыртқаның сарысын жаққан дұрыс. Мен барлығына сүтті жағып, үстінен күнжіт септім. Егер сіздер мақ қолдансаңыздар, немесе мақпен күнжітті араластырып қолдансаңыздар болады. Осы уақытта пешімізді қыздырып қоямыз. 180-200 градуста 10-15 минут көлемінде пісіріп аламыз. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Тіркеліп, менің каналымның дамуына үлес қосыңыздар. Мінекей, біздің сосиска тестілеріміз дайын болды. Өте жұмсақ, үлпілдек болып шыққан. Қазір арасын болып көрсетейін. Асты да, үсті де сарғайып өте керемет болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ болып шыққан. Қолдауларыңызға рахмет. Ас болсын.